Ассалаумағалейкум. YouTube көрермендер және барлық Қазақстан халқы, оның ішінде мұғалімдер, мектеп саласында жүргендер, имамны жеке мектептер, жеке мектептердің айлық мәселесі бойынша видео түсіріп жатқан жайым бар. Қазір жеке мектептерді қаржыландыру тоқтаған жоқ, но министерство басқа бағдарламамен төлемекші. Білім баланың ақшасын, жан басына жаққан ақшаны басқа бағдарламамен пилоттық жоба деп қосып 2-3 ай ұстап отыр. Сөздің шыны керек. Бұл жерде айтпағым, білім бөліміндегілер не қарап отыр? Біздің басшымыз, президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев әр жарлығында не айта кетті? Әрбір жарлығында білімді ұрпақ тәрбиелеуіміз керек деді. Білімді ұрпақ тәрбиелеу үшін не істеу керек? Білімді ұрпақ тәрбиелеу үшін білім беретін мамандар керек емес па? Мамандардың условиясыз, айлықсыз қалай маман білімді ұрпақ тәрбиелей алады? Бірінші айта кетейін. Ал жеке мектептерді білім сапасын көтеру мақсатында ашты. Білім сапасының мақсаты арқасында. Бұлар айтады, бизнесмендер өздері төлесін айлықты. Бизнесмендер өзінің бизнесін ары қарай жалғастыру үшін өздері төлесін. Надо өдет деп айтыпты да. Бұл бағдарламаны қалай қосты? Бұл бағдарламаны білім сапасын көтеру мақсатында бизнесмендерге жеке мектеп ашуға мүмкіндік берді. Ол не үшін мүмкіндік берді? Мемлекет бизнесмендерді қолдайық, бизнесмендердің ақшасы азайып баратыр. Мынандай бір бизнес берейік, мектеп ашсын, мектептен пайда тапсын деген жоқ. Білім сапасын көтерілсін деді. Білім сапасы көтерілсін деді. Бизнесмендерге мемлекет көмектескен жоқ білім сапасы барысында. Білім сапасы барысында бизнесмендер мемлекетке көмектесті, үкіметке көмектесті. Білім сапасы қалай көтеріледі? Мысалы үшін жеке мектептер ашылса. Жеке мектептер заманауи болып ашылады. Дарын мектеп болып ашылады, интернат болып ашылады. Заманауи барлық қазіргі жас ұрпаққа, қазір 21-ші ғасырға арналып жасалынған барлық условиялар бақталастықпен, әр мектеп бақталастықпен соны қолдана отырып, солай дамиды. Енді мемлекеттік мектептер жалпы орта мектеп деп айтылады ғой. Олар бірең-сараң, ода білім сапасы орташа бағалы. Ал жеке мектептерде білім сапасы жоғары деңгейде. Дайындық, подготовка, Назарбаев мектебіне түсуге мүмкіндік және бітірушілерге гранттар, және шетелге грант пен шетелге байланыс, оның бәрі жеке мектептерде бар. Грант бар, БИЛ, НИШ, КТЛ дейді, жаңағы лицейлер барлығы жеке мектептерде. Мемлекет бизнесмендерге көмектескен жоқ, бизнесмендер мемлекетке көмектесті. Бірінші сіздерге айта кететін басты мәселем осы. Екінші, сіздер просто ақшаны задержка ұстап қалдыңыздар, министерство. Задержка ұстап,ошым ештеңенің білмей бірден
басқа бағдарламаға басқа бағдарламамен береміз деп ақшаны солай не қылдыңыздар, жасадыңыздар да. Баста қайда қалдыңыздар? Баста бірінші сол бағдарламаны қосқан кезде, так, бұны мынандай жобамен алайық. Мейлі, жарайды. Ол кездерде енді сәл шикілеу болсын. Енді осындай бағдарламаны қосатын болдыңыздар. Осы сентябрьге дейін қосылсын. Жарайды, қосып көрмедіңіздер ма? Барлық мектепке хабарландыру бермедіңіздер ма? Сентябрьге де кешігіп қалдыңыздар. Мейлі, сентябрьге де кешігіп қалсын деліп. Сентябрьдің айлығынан кешіккеннен кейін скоростной қимылдату керек. 10 күн ішінде бәрі дайын болу керек деп. Сентябрьдің айлығы берілмегеннен кейін 10 күннен кейін уже готов қып, сентябрьдің айлығын уже бір 10 күн кешіктіріп берілу керек. Скороспен жұмыс істету керек та. Бұл жерде ойланды да, бизнесмендер тәлпіштеніп кетті деген ой конкретно мынау үкіметте қарапайым халықтың санасында қалып кетті. Мынау бизнесмендер лапылдап, қандай мықты бизнесті бердік оларға деп ше? Жоқ, бизнесті сіздер берген жоқсыздар. Бизнесмендер сіздерге берді. Мынау мемлекет басшысының жарлығын дәл орындау мақсатында бизнесмендер мемлекетке білімді ұрпақ тәрбиелеу мақсатында берді. Мынау Түркістан облысында 157 мектеп бар екен да. 157 мектеп әрқайсысы 1000-нан 157 мың оқушы тәрбиеленді. 3 ай бойы тегін тәрбиеленді да. Енді айлығымыз ертең түседі, арғы түседі деп тегін тәрбиеленді. Сонда бүкіл 20 облысқа шаққанда 3140 мектеп бола ма? Мейлі 3000 мектеп болсын. 3000 мектепте 1000 оқушыдан 3 миллион мектеп, 80-90% жеке мектептер білімін алып жатыр. Білімін алып 3000 салада жұмыс істейтін келешек ұрпақ, 3 миллион маман иесі, 3000 маман емес. Бір облыстан шықса 3 миллион маман иесі. Бүкіл мемлекет бойынша маман иелері, олар болашақ үлкен маман иелері, және болашақта мықты біздің болашағымыз, жетістіктеріміз солар еді. Олар бізге, мұғалімдерге былай қарапайым тілмен түсіндіргенде бізге қарызға оқып кетіп жатыр да. Ағай, апай, сізге сабақ, маған білім үйрете беріңізші, киім төлейміз деп балаларды бізге қарыз қылып қойдыңыздар. Балалар бізге қарыз қылып қойдыңыздар да, балалардың ақшасын бермегеннен кейін әрине бізге қарыз болады. Сіздер бересіздер, только балалардың ақшасын бересіздер. Балалар бізге қарыз болып қалды. Сонда жас кішкентай ұрпақты қарыз қылуға алып келдіңіздер да сіздер ше. Балаларды, білім алушыларды қарызға кіргізіп кеттіңіздер. Енді сіздер осы мәселеде қателесіп жатсыздар. Бизнесмендер ақшасын төлесін деп. Жоқ, сіздер до конца тез кешіксеңіздер 10 күн кешігіп төлеулеріңіз керек еді.